Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 58-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 30-ші жаттығудан 33-ші жаттығуға дейін бірге қарастыратын боламыз. Құрметті оқырмандар, сіздер каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын, сызба бойынша сөйлем құрап жазамын дейді. 30-ші жаттығуға қарайық, мәтінді түсініп оқы дейді. Бір аптадан бері аспанда бір шөкім бұлт болмай, күн қатты ысып кеткен еді. Бүгін таңертеңнен бері аспанда ала бұлттар пайда болды. Олар бірте-бірте қоюлана түсті. Артынан жаңбыр нөсерлете құйып берді. Сонда бұлт қайдан пайда болды? Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Күннің қызуынан жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Аспанға көтерілген бу төріндегі су түйіршіктері бір-бірімен қосылып бұлт болады. Бұлт қоюланған сайын су түйіршіктері ауырлай береді. Олар әбден ауырлап қайтадан жерге құлайды. Міне жаңбыр дегеніміз осы. Мәтін не туралы болды? Мәтін су туралы екен. Жаңбырдың қандай пайдасы бар? Яғни бұл жаңбырдың су егістікке пайдалы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қой дейді. Суды неліктен тіршілік көзі деп атайды? Яғни су тіршілік көзі. Себебі сусыз тіршілік жоқ. Әр уақытта су қажет етеді. Өсімдікке, жануарға, күнделікті біздің өзіміздің тірлігімізге судың қажеттілігі өте көп. Келесі тапсырмаға көшейік. Өлеңдегі сурет атауларын сөзбен жаз дейді. Кейде мөлдір ауаны бұлт келіп жабады. Жаңбыр бұлттан тамады, қарда бұлттан жауады. Деп біздер суреттер арқылы өлеңімізді шығарып алдық. Келесі тапсырма, сызбалар бойынша сөйлемдер құрап жаз дейді. Бұл жерде қараңыздар, бірнеше сызбалар берілген. Бірінші сөйлемде жаңбыр жауды, яғни жаңбыр жаудымен байланысып тұр. Жаңбыр көп жауды. Не жауды? Жаңбыр жауады. Қалай жауды? Көп жауды. Көп жауады деп жаңа жауап бере аламыз. Келесі сөйлемге нөсерлі жаңбыр жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. Қандай жаңбыр? Нөсерлі жаңбыр жауды деп бір-бірімен байланысқанын көрсете алатын боламыз. Келесі тапсырмада бізде 33-ші жаттығу өзен, көл туралы жұмбақ құрастырып көр. Ол үшін төмендегі жұмбақ құрастыру кестесін басшылыққа ал дейді. Қандай, әдемі, мөлдір, не істеді? Сылдырап ағады, балықтар жүзеді. Осындай тағы не бар? Жылға, аквариум бар. Көмекші сөздер емес деген сөздерді қолдану керек біз. Әдемі, сылдырап ағады, жылға емес, мөлдір, балықтар жүзеді, аквариум емес. Бұл не сонда? Бұл бізде бұлақ екен. Яғни бұл жерде біздер не істедік? Жұмбақ құрастырдық. Жұмбақтың құрастырылған кестесіне қараймыз да. Бұл жерде не істеді? Не істейді? Сылдырап ағады. Не ағады? Қандай олар? Әдемі, мөлдір, яғни бір-бірімен байланысатын жерлерін көрсетуімізге болады. Не істейді? Балықтар жүзеді. Және аквариум. Бұл не? Аквариум емес дейді. Ендеше бұл жұмбағымыздың жауабы бізде бұлақ болып шықты. Яғни сөйлемдегі сөздердің байланысын шығару үшін біздер бір-біріне сұрақ қою арқылы шығаратын боламыз. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысып тұрады. Яғни сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Әрбір сөйлемде бір ой айтылады. Яғни сөйлемдегі сөздер бір-бірімен үнемі байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қою арқылы біз таба аламыз екен. Біздер бүгінгі сабақта сөздердің байланысына байланысты тапсырмалар орындадық. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналда тапсырмаларды бірге орындау түсінікті болатын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.